Сәлем достар, 61-ші есепте біріншісінде 10 мыңнан азайтамыз. Бұның орнына 8276-ны қоямыз. Бұл азайтындыдан жауабы 1724 шығады. Екіншісінде А-ның орнына 1271-ді қоямыз. Қосылған 8729. Екі санды қосқанда жауабы 10 мың шығады. Үшіншісінде 5566-ны бөлеміз, сының орнына 506-ны қоямыз. Бұл бөліндіден жауабы бізде 11 шығады. Төртінші есепте 308 көбейтілген д-ның орнына 74-ті қоямыз. Екі санды көбейткенде 22792 шығады. 62-ші есепте өрнектің мәнін табыңыз. Бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші қосу, төртінші азайту орындалады. Бізде бірінші көбейту 38-ді 201-ге көбейткенде 7638 шығады. Екінші амал бөлу, 4242-ні 21-ге бөлеміз, жауабы 202 шығады. Үшінші есепте осы бірінші амалдан шыққан сан 7638, оған қосамыз екінші амалдағыны. Қосылған 202 болады сонда. Қосқанда 7840 шығады. Төртінші амал соңғы амал. Осы 7840-тан азайтамыз 7829-да. Жауабы 11 шығады. Бірінші есептің мәні 11-ге тең. Екінші есепте бізде жақшаң ішіндегі көбейту, екінші қосу, үшінші бөлу орындалады. Үш амал екен. 514-ге 15-ті көбейткенде бізде 7710 шығады. Екінші амал осы 7710-ға қосамыз 4498-ді. Бұл қосындыдан 12208 шығады. Үшінші амал бізде осы жақшаң ішіндегі 12208-ді бөлеміз 218-ге. Жауабы 56. Демек, екінші есептің мәні 56-ға тең болады. Үшінші есеп бізде бірінші бөлу, екінші көбейту, үшінші азайту рет-ретмен екен. 40084-ті 911-ге бөлгенде 44 шығады. Екінші амал 44-ті 405-ке көбейтеміз. Бұл көбейтіндіден бізде 17820 шығады. Үшінші амал, соңғы амал азайту. 17820-ны азайтамыз 8820-ға. Жауабы 9000. Демек, үшінші есептің мәні 9000-ға тең болады. Төртіншісі бірінші бөлу, екінші көбейту, үшінші қосу. Бірінші амал 16885-ті бөлеміз 55-ке. Жауабы 307 шығады. Екінші амал көбейту, осы 307-ні көбейтеміз 14-ке. Көбейткенде 4298 шығады. Үшінші амал 5702-ге қосамыз 4298-ді. Жауабы бізде 10 мың шығады. Демек, төртінші есептің мәні 10 мыңға тең болады. Алпыс үшінші есепте жақшаның сыртына шығарыңдар. Бізде ортақ көбейткішіміз 6, сонда біріншісі 19 қосылған 14 болады. Көбейтілген жақшаның сыртында 6 болады. Екіншіміз бізде ортақ көбейткішке 7-ні шығарамыз. Қосылғыштарымыз 9 бен 3. Жақшаның сыртына 7-ні шығарамыз. Үшінші есепте ортақ көбейткішке 8 шығарамыз. Жақшаның ішінде 13 қосылған 9, жақшаның сыртында көбейтілген 8. Төртінші есепте 5-ті шығарамыз. Жақшаның ішінде 10 қосылған 9, жақшаның сыртында көбейтілген 5 болады. 6-ны шығарамыз 5-ші есепте. 32 азайтылған 23.
жақшаның сыртына көбейтілген 6. 6-шы есепте бізде 10 бар екен, ортақ көбейткішке шығатын. Жақшаның ішінде 15 азайтылған 8. 7-шы есепте 7-ні шығарамыз жақшаның сыртына. Жақша ішінде 27 азайтылған 19, жақша сыртында көбейтілген 7 болады. 8-шы есепте 17-ні шығарамыз. 91 азайтылған 18 жақшаның ішінде, жақша сыртында көбейтілген 17 болады. 64-інші есепте керісінше енді айырымына келтіруіміз керек. Үлестіріп көбейткенде бізде 9 көбейтілген 21 болады. Азайтылған 9 көбейтілген 8 болады. Бізге мәнін табыңдар деп тұрған жоқ, өстіп айырымы түрінде жазамыз. 31-ді үлестіргенде 31 көбейтілген 5, азайтылған 31 көбейтілген 9. 12-ге үлестіреміз. 40 көбейтілген 12, азайтылған 29 көбейтілген 12. Көбейткіштердің орнын ауыстыруға болады бізде. 51-ді 19-ға көбейтеміз. Азайтылған 15 көбейтілген 19 болады. 8 көбейтілген 19, азайтылған 8 көбейтілген 3 болады. Енді 6-ны үлестіреміз 6-сында. 62 көбейтілген 6, 3 көбейтілген 6 болады. 65-ші есепте бізде сүт қоректілер түрлерін анықтайтын боламыз. Біріншісі көбейту, екіншісі қосу, үшінші бөлу, төртінші азайту. Бірінші амал бізде 902-ні көбейтеміз 56-ға. Бұл көбейтінден бізде 50.512 шығады. Екінші амал осы 50.512-ге қосамыз 9488-ді. Бұл қосындыдан бізде 60.000 шығады. Үшінші амал осы 60.000-ды бөлеміз 300-ге. 60.000-ды 300-ге бөлгенде жауабы бізде 200 шығады. Төртінші амал осы 200-ден азайтамыз 22-ні. Сонда жауабы 178 шығады. Демек, сүт қоректілер түрлері бізде 178-ге тең болады. Ары қарай екінші амалында бізде қос мекенділер түрлерін анықтаймыз. Бірінші амал бізде көбейту. 26 көбейтілген 101. 26 көбейтілген 201. Бұл көбейтіндіден 5226 шығады. Екінші амал осы 5226-дан азайтамыз 4364-ті. Азайтқанда бізде 862 шығады. Үшінші амал 64676-ны бөлеміз 74-ге. Бізде бұл бөліндіден 874 шығады. Төртінші амал азайту. 874-тен азайтамыз 862-ні. Азайтындыдан бізде 12 шығады. Демек, қос мекенділер түрлері 12-ге тең. 66-шы есеп өрнекті ықшамдаймыз. 103x-ті жазып қояйық. Азайтылған 44-ке 18-ді қоссақ 62x болады. Енді бізде 103x азайтылған 62x. Жауабы 41x болады. Екіншісінде 276m-ді жазып қоямыз.
азайтылған жақшаңышын қосып шығарамыз. Жақшаңышын қосқанда 186 ем шығады. 276-дан 186 азайтқанда 90 ем болады. Үшіншісінде 326x жазылады. Қосылған жақшаңышын азайтып шығарамыз. 17-ден 4 алсақ 3x болады. Екі санды қосқанда 329x болады. Төртінші есепте 26z ең бірінші жақша орындалады. 13-тен 5 азайтқанда 8z қосылған z болады. 26-ға 8-ді қоссақ 34, 34-ға 1z қоссақ 35z болады жауабы. Ары қарай бесіншісі бізде енді әріпті өрнек, санды өрнек бар. Әріпті өрнектерді жинап алайық. 35a қосылған 15a. Қосылған екінші жақшаға сандарды жазамыз қалғанын. 18 қосылған 11 болады. Тең 35аға 15аны қоссақ 50a болады. Ал сандарды қосқанда 29 шығады. Алтыншы есепте x-тарды бір жақшаға жинаймыз. 42x қосылған 8x болады. Екінші жақшаға сандарды жазамыз. 45 қосылған 45 болады. Бірінші жақша x-тарды қосқанда 50x болады. Қосылған сандарды қосқанда 90 болады. Енді y-тарды қосамыз. Бір жақшаға 12y қосылған y қосылған 8y. Екінші жақшаға сандарды жазамыз. 52 қосылған 3 болады. Y-тарды қосқанда бізде 21y болады. Қосылған сандарды қосқанда 55-ке тең болады. Бізде 8-ші есепте бұлар қатарынан тұр, қосып жүруге болады. Сонда 240 b-ға тең екен. Қосылған саннан біреу ақ, оның өзін әкеп жазамыз 56-ны. 67-ші есепте құстардың түрлерін анықтайтын боламыз. Бірінші ықшамдап алайық. Бірінші жақшадан 848x азайтылған, екінші жақшадан 830x шығады. 848-ден 830-ды азайтқанда 18x шығады. Бізде енді 18-ді көйтеміз x-тің орындағы 27-ге. Көйткенде бізде жауабы 486 құстың түрі бар екен. Екінші есеп бізде бауыр мен жорғалаушылардың түрлерін анықтаймыз. 1000x-ті жазып қояйық. Қосылған бірінші жақшада азайтқанда 45x шығады. Азайту 1038x шығады. Тең азайтып қосқанда бізде 7x шығады. 7 көбейтілген x-тің орнына 7-ні қоямыз. 7 49. Демек 49 бауыр мен жорғалаушылар бар. Достар, видеоны аса лайк бас, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.